Ауыл үйі Абай кітап оқып отыр. Қасында әжесі мен анасы. Абайжан шырағым, қайтадан кітап оқып отырсың ба? Көз майын таусылды ғой қарағым. Әже, мен білімді болғым келеді. Ақылды адам көп оқиды ғой. Я балам, оқу жақсылықтың кілті. Әкең ертең сені семейге оқуға жібереді. Сынанға келеді. Не болып жатыр ұлжан? Абай саған не керек? Әке, мен оқығым келеді. Семейге барып білім алғым келеді. Сынанға ойланып. Жарайды балам, сені ерекше жеректік бар. Білім ал, еліне пайдаң тисін. Осылайша Абай ұзақ уақытқа оқуға келеді. Абай оқудан келгеннен кейін ұзақ уақыт өтті. Сондай күндердің бір күні Абайдың үйіне бір топ балалар келеді. Ассалаумағалейкум. Амансыз ба, жеңге? Есенбіз. Ассалаумағалейкум, Абай аға. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз бе, әже? Ассалаумағалейкум, Абай аға. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз бе? Кәнекей балалар, кіріңдер, төрге жайғасыңдар. Мен барып қазан асып, шай дайындап келген. Абай аға, сіздің оралғаныңызды естіп, сізбен амандасуға, әңгімелесуге келген едік. Кәне онда өз өнерлеріңді оқуға салындым. Мен сіздің 33-ші қара сөзін жатталып, яғни мұнда жақсы адам бол. Жақсы адам болу үшін ең алдымен өз-өзін тану керек. Жақсы адам болу үшін сен сабақ берсең, онда сен жақсы адам бола аласың. Ал мен екінші қара сөзіңізді білемін. Бұнда білімді адам бір тұтас өмірдің бөлшегі. Ол жан дүниесімен білімге ұмтылуы тиіс. Өйткені білімнің жоғалуы адамды адастырады деп айтылған. Ал мен сіздің қара сөзіңізді білемін. Таза ақыл, ақ сүрек адамды жақсылыққа жетелейді. Өзгелерге тек жақсы іс жаса. Өйткені жамандық жасау өзіңе зиян. Мен үшінші қара сөзіңізді жақсы түсіндім. Бұл қара сөзде егер адам өз халқын, өз елін сүймесе, онда ол ешқашан жақсы адам болмайды. Ұлтшыл болып, бірақ ұлтшылдықты ұлтқа қанағат ету үшін емес, халықтың жетелеуі үшін қолдан деп жазылған. Менің де білетін бір қара сөзім бар. Бұл сөз төртінші қара сөз. Бұл Құдайдан басқа ешкімнің алдына емес, өзіміздің жүрегіміздің алдына, ұятымыз, ар-намысымызды жоғалтпау үшін әрекетімізге жауапты